Ассаламу алейкум рахматулла. Бүгінгі тақырып әріп формалары, яғни әрбір әріптің сөздің басында, ортасында және соңында келуі. Қазақ тіліндегі әрбір әріп сөздің басында, ортасында және соңында бір-біріне жалғанып жазылады. Мысалы, қазақ тіліндегі о әріпін алып көрейік. Сөздің басында келеді және келесі әріпке жалғанады. Сөздің ортасында өзінен кейінгі және өзінен алдыңғы әріпке жалғанады. Ал сөздің соңында өзінен бұрынғы әріпке жалғанады. Араб тілінде де дәл осылай, бірақ әріптер белгілі бір өзгеріске ұшырайды. Енді сіздерге ерекше 6 әріпті айтқым келіп тұр. Олар әлиф, ро, зәй, дәл, зәл және уәу. Бұл 6 әріп өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды, яғни бөлек тұрады. Мысалы, сөз басында әлиф, әрдун, яғни әлиф пен роның арасында ешқандай байланыс жоқ. Келесі ро әріпінде де солай. Ро, бә, тә, яғни ро әріпімен бә әріпі жалғанып тұрған жоқ. Келесі зәй әріпі. Зә, бә, дун. Дәл әріпі де дәл солай. Дә, хо, лә. Яғни дәл әріпімен хо әріпі жалғанып тұрған жоқ. Келесі зәһәбә. Келесі уәҗәдә. Яғни осы 6 әріп өзінен кейінгі әріпке жалғанбай, өздері бөлек тұрады. Сөздің ортасында би, ә, сун. Хә, ро, сә. Хә, ро, сә. Ләзимә, ләзимә. Хәдәсә, кәзибә. Қаумун. Енді сөздің соңында робәә, сәфәр, кәнәзә, сомәдә, әхозә, шәһун. Енді бұл әріптен басқа қалған әріптердің барлығы сөздің басында, ортасында, соңында бір-біріне жалғанады және белгілі бір өзгеріске ұшырайды. Енді жазылуы ұқсас әріптерді бір-бірімен топтастырсақ, мысалы, бә, тә, сә, яй, нун. Осы 5 әріп жазылулары өте ұқсас, тек нүктелеріне қарап ажыратамыз. Мысалы, сөздің басында бәдәә, тәрокә, сәбәтә, ятәмә, нәзәлә. Қарап тұрсаңыздар, 5 әріптің де жазылуы бірдей, тек қана нүктелеріне қарап ажыратамыз. Сөз ортасында собәро, хотәмә, бәсәқо, тойрун, сонәғә. Енді сөз соңында кез келген әріп өзінің болмысында жазылады. Яғни қалай бар, солай жазылады. Ғәшәбә, бәхотә, хобусә, родия, ләхәнә. Келесі 5 әріп құйрығы бар әріптер. Яғни джим, хә, хо, ғайн және ғойн. Бұл құйрығы бар әріптер сөздің құрамында, яғни басында және ортасында құйрықтары түсіп қалады. Мысалы, жәрохә, хәбәсә, хотәмә, ғәлимә, ғоrodо. Сөз ортасында тәжәро, ضحك
саххара, жа'ала, сағиба. Енді сөз соңында қалай бар, солай жазылады. Натажа, najаха, насаха, шаби'a, хамаға. Келесі 6 әріптің де құйрығы бар, яғни сөздің басында, ортасында сол құйрықтары түсіп қалады. Олар син, шин, сот, дот, ләм, мим. Сами'a, шарика, صمد, ضرب, لعب, مطر. Сөз ортасында غسق, عشر, نصر, حضر, قلت, سمع. Сөз соңында накаса, әухаша, нақоса, мәридо, бәсола, жахама. Келесі соңғы 6 әріп тозо. Бұлар ешқандай өзгеріссіз жазылады. Фә және қоф жазулары өте ұқсас, тек нүктесіне қарап ажыратамыз. Кәф пен хә әрпі сөздің басында, ортасында және соңындағы 3 күйде 3 түрлі жазылады. Мысалы, толәбә, зохиро, фәхима, қософә, кәзәбә, хәләкә. Сөз ортасында бәтиро, нәзома, нәфәро, нәқоро, нәкәсә, сәхәмә. Және сөз соңында бәсәто, жәхәзо, хосәфә, тофиқо, уфика, вәжуха. Осымен әріп формалары сабағы аяқталды. Егер түсінбей қалған жерлеріңіз болса, сабақты басынан бастап көріп шығуға кеңес беремін. Ең бастысы әріп формаларын өзіңізге қиындатып алмай, логикасын түсініп алу. Егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.